Елдана Қалпымбаева Квегли, Қыз мұңы. Повесть. Денвер, 2025 жыл. Аяулы ата-анам Төлен және Ләйлә Қалпымбаевтардың рухына тағзым. Алғы сөз. Менің анам Ләйлә бүкіл өмір бойы әкесі Ғабдолмәлікті іздеумен өтті. Анамның әкесі Ғабдолмәлік екінші дүниежүзілік соғыста хабарсыз кеткен. Менің әкем де, анам да әкелерін көрмеген. Сол бір қиын қыстау заманның бірі әкеден, бірі шешеден, енді бір екеуінен де ерте айырылған ұрпақтары жартылай аш-жалаңаш, баспанасыз жүрсе де, оқы білім қуып, жетіліп, ұрпақ өсіріп, қатарының алды бола білді. Ләйлә да, анасы Әзира да өле-өлгенше бір күні есік ашылып, бірінің сүйікті жары, бірінің аяулы әкесі Ғабдолмәліктің өзі болмаса да, хабары келер деп күтуден жалыққан емес. Анам кезінде 20 ғасырдағы қазақ совет әдебиетінің белді өкілі болған әкем, жазушы Төлен Қалпымбаевпен осы оқиға желісімен повесть жазып, кітап етіп шығару туралы оймен бөліскен. Неге екенін білмеймін, әкем ол идеяны жүзеге асыра алмады. Мені әке-шешем сол кездері Алматы қаласындағы саусақпен санарлық қазақ мектептерінің біріне оқуға берген. Кенже бала болғандықтан, мен әке-шешемнің айтқан әңгімелерін, өздері, отбасы, әулет, ұлт туралы естеліктерін құлағыма құйып өстім. 2017 жылы анам дүниеден озғаннан кейін, араға бір жыл өтпей-ақ, әкем де мәңгілік сапарына аттанды. Сол қазалы күндерден кейін мен сол бала кезімнен жадымда жатталып қалған анамның естеліктерінің басын құрап, осы кітапты жазуға кірісіп кеттім. Бұл менің ата-ана алдындағы парызым. Таныстық. Амангелдіден хабар жоқ. Бір ауызда, үнсіз, мүлдем. 2 ай өтті. Жатақхананың кіре берісіндегі жалғыз телефонда Ләйләнің атын ұмытқан сияқты. Уайымдап жүр. Сыртқа білдіргісі келмегенімен, іші алай-дүлей. Көз тиді. Жазда анасымен танысуға барамыз деген өзі емес пе? Бәтеске айтып нем бар еді? Әлден оны іздей бастадым, қашанға дейін шыдайды екенмін? Іздемегенде ше. Күнде бірге қыдырған күндер мен оның майын рет оқиғалар сияқты бірінен бірі өткен әңгімелерін қалай ұмытайын? Сөйлегенде пісте мұрнын тыржитқаны өзіне ерекше жарасатын бұйра шашты жігіттің тартымдылығы да ерекше. 2 айдан бері ләм-мим. Мен еліме де бара алмадым. Әлі иесін күткен тазы ит құсап жүрмін. Қойш, сонша не болды есім кетіп? Жуынып шайынып шашымды реттеп жатайын. Ертеңде күн бар. Амангелдіден де хабар боп қалар. Күн көкжиектене батып барады. Шілденің аптап ыстық күні. Тас көшелері әбден қызып балқуға таяған Алматы, күннің көзі жасырына сала, тау тұлғасын танытып, кешкі мінезіне басты. Аспажол салынып жатқан Көктөбенің етегінде қыдырып жүрген жастарға қызға қарап отырған ол, кешкі салқыннан бүрісіп, орынбор орамалымен қымтанып алды. Таудан кешкі самал еседі. Бұтақтар арасында шымшықтар шықылықтайды. Биылғы жаз ерекше ыстық болып тұр. Үстеріне ақ халат, бастарына ақ қалпақ киген толық әйелдер квас, пиво деп жазылған сары бөшкелердің шүмектерін сүртіп жатыр. Қантпен қатырып тастаған шаштарының арқасында бастарындағы ақ қалпақ та бірге қатып қалғандай. Тек анда-санда кекіл шаштары күннің ыстығынан көк қара бояу жағылған көздеріне түсе береді. Таңғы ұйқыларынан 1 сағат бұрын тұрып, кеуіп қалған бояуды әбден түкіріктеп отырып жағып қалыңдатқан кірпіктерін қағып-қағып қояды. Қайтсын енді, квас сұрап бір күн армандаған капитаны келіп қала ма? Манюням менің, құйшы сыраңнан, бір тамшы құйшы енді. Қыры бар қаңғыбас, орыс тілінде айтып тұрмын ғой, саған сыра бітті. Маня, ашуланғанда одан сайынып жайнап кетесің ғой. Қалған құтқан сарқып құйшы маған. Қазір жұтып алмасақ болмайды. Ертең солтүстікке, Бамға кетеміз. Алматыны әсіресе өзіңді сағынамыз ғой. Жоғалт дейм көзіңді, тамшы да жоқ саған. Маня айқайлап жатыр. Бірақ оған беті қайтып жатқан алканавт жоқ.
Одақтың кез келген жерінде сыра, шарап сатқан әйелдерді алдап сулап, мақтап-мадақтап, қалағанын алып үйренген бәле емес пе? 10 қызға 9 еркек қана дегенді жаттап алған ол, әйелді жата жастанып, мақтауын үдетпесе қояр емес. Біраз айғайлап, шулаған Маня ақыр соңында әлгінің қолындағы бидонын жұлып алып, Жигулевскийдің қалғанын сарқылғанша құйып бергенін өзі де білмей қалды. Ох, Маня, сүйем ғой сені. Жігіттер, міне, көрдіңдер ме? Тойлаймыз. Раскинулось море широко. Маня аузындағы сағызын шайнап, анадайда тұрған еркектерге қарап қойып, шүмек астындағы науаға тамған сыра тамшыларын сүртіп тұр. Әрірек барып жайғасып, арақ пен сыраны сілкіп отырған жаңағы еркектер Маняның көтеріліп түскен кеудесіне қарап, жұтынып қояды. Бамға барып жұмыс істеп келгендер Манядай әйелге қолдарының жетпейтінін біледі. Оларға қарап жатқан Маняда жоқ. Ол өзінің капитанын күтеді. Сосын бар арманы кезегі келіп, жаңа салынып жатқан үйлерден тезірек өзінің баспанасын алса, Татаркадағы тәтесінен де, оның қуықтай үйінен де құтылар еді. Көшеде кешкі серуенге шыққан қыздарды айналшықтап, ақ жейде киген жігіттер шұбырып жүр. Қырын шығара үтіктеген шалбарларын қайта-қайта түзетіп қояды. Бірінің қолында гитара, бірі бос. Бірі Мұқағалиды оқып, екіншісі Евтушенконы сартылдатып қояды. Бірақ қыздар ештеңеге мойын бұрар емес. Оларға тіпті «Ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға, мен болмасам болмайын, сол аман ба, о тәңірім» деген Мұқағали да әсер етер емес. Ләлінің құрбысы Бәтес біресе табасын, біресе табағын алып, бөлме мен дәліздегі асхана ортасында жүгіріп жүр. Құрбысының мына жүгірісі де Ләләнің жүйкесіне тие бастады. «Әй, қызай, не зат?» Алғаш танысқан кезде осы Гурьевтің қызы Бәтестің не затына біразға дейін үйрене алмай қойған еді. Қызғыш шашы желбіреген, томпақ сүйкімді қыздың осы не заты да сүп-сүйкімді естіледі. Бірақ дәл қазір бұл сөздері тура тақтаның бетіне кеуіп қалған бормен сызғандай сықырлап, жарылайын деп тұрған жүйкені одан да сайын жұқарта түсті. Тіпті терезеден басын шығарып, айқайлап жібергісі келді. Тек жатақханада тұратыны, жұртқа мазақ болатыны есіне түсіп, өзін-өзі әреңде жеді. «Қойшы, не зат деп тақылдап қоймадың ғой? Келеді аман келдің, қайда кетеді дейсің?» Ләйлә жауап берген жоқ. Аппақ түн көйлегімен терезе алдында тұр. Қара-қоңыр түсті, бұйра қолаң шашы беліне түскен. Ол терезеден қараңғылыққа үңіліп тұр. Амангелдіні күтеді. Терезеге бірдеңе тырс етіп тиді. Екінші, үшінші рет. Әнес жауырыны қақпақтай, бойы 2 метрдей ірі жігіт. Қыздарға салымы мықты, болмағанда ақсары жүзді, сөзі де, көзі де жайнап, қылшылдап тұр. Бос көпірме сөз, желөкпе көңілде емес, әзілі де, әні де жарасқан жігіт. Баяғының салт серлерінен қалыспайды. Қазақтың аста бендері дерсің. Толқындаған бұйра шашын артқа қайырып тастап, тісінің арасына темекісін қыстырып алып, жайлап шәмшінің әнін салып қояды. Кешікпей келем деп ең, мен тұрмын елеңдеумен. Бір қолында үтік, бір қолмен ақшыл түсті чех шалбарының үстіндегі дәкені реттеп тұрған Әнес досына көз қырын салып. «Не істейміз? Қыздарға барамыз ба?» Төлен кітаптан басын көтермеген күйі отыр. Бұл Төленнің ана Әбдікі сияқты көпшіл емес. Оның оңайлықпен қозғала қоймайтынын Әнес жақсы біледі. Қашан көрсең кітапқа үңіліп, бірдеңелерді шұқылап жазып отырғаны. Бірақ енді қасында одан басқа ешкім жоқ. Бәрі жазғы демалысқа ауылдарына кеткен. Сондықтан амал жоқ. Не де болса, осы кітап жегішті орнынан қозғау керек. «Женпиге барамыз!» Әнес бұрылып Төленге қарады. Ол тіпті селт еткен де жоқ. «Төке, абай жолын қоя тұрыңыз. Бүгінгі жолыңыз Женпиге?» Нақтылап айтқанда қолаң шашты қыпша бел, аппақ періштелер жаққа түскелі тұр.
Төленнен еш жауап болмаған соң, әнес қоймай Төленнің жанды жерінен басты. Шынымды айтсам, сіз маған қарызсыз. Сыра алып беруіңіз керек, есіңізде ме? Преферанстан ұтылып қалдыңыз ғой. Сондықтан бүгінгі күн тәртібінде қыздар, ал Абай күте тұрады. Мақұл, деп күңк етті Төлен. Біреуге қарыз болғанды қаламайтын ол, үстіне пиджагын іле сала, есіктің алдына келіп: Мен дайынмын, жүр, кеттік. Болмайды бұлай. Мынау не тұр? Майканың сыртынан пиджак кие салған нес? Пиджагың да мыж-мыж. Мына түрімізбен пері түгілі изергіл кемпір де қарамайды бізге. Шеш үстіндегіні. Дұрыстау не бар? Кестелі жейде бар. Ол немене? Украиндардың көйлегі. Кезінде сән болып еді ғой. Қазір келмеске кетті ол, Хрущевпен бірге. Қазір қатырамыз бәрін. Сізді стиляга етеміз. Ол не тағы да? Стиляга деген немене? Жаман сөз емес пе? Әнес тілін шертіп жіберіп, темекісін өшіріп, украинша әндетті. Ты ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого с ума з розуму звела. Жігіттер Гоголь көшесімен келе жатыр. Жолай бір сом ақшаларын майдалап, жемішке сатып алды. Екеуінің де салмақты әңгімеге құлқы жоқ. Серуендеген жастар көп. Қолтықтасып, құшақтасқан жұптар да бар арасында. Әнес қасынан өткен сұлу қыздарды да құр жібермей, арттарынан ысқырып қояды. Әнес, ұят қой, қойсаңшы. Ой, сен де бір. Мақұл, қой десең қояйық. Одан да демалсаңшы. Сезіп келем, бүгін сен өзіңнің бақ құсыңды табасың. Мен қасымда болғанда пайдаланып қал. Төлен көзін сығырайтып, көзілдірігін жөндеп қойды. Дөң мұрынның да осындайда пайдасы бар, әсіресе осы көзілдірікке ыңғайлы. Орнықты тұрады. Ал оның көзілдіріксіз күні жоқ. Қанша нәрсе оқып, қанша дүние жазуы керек. Ең бастысы, Райымбек туралы оқылар да, жазар да көп. Коммунистік партия оған ата-бабасы туралы бар шындықты жазуға кедергі келтірмейтініне сенімді. Міне, жеттік бізде, сим-сим ашыл. Әй, қайдамал, ана отырған жуан әйел жібере қоймас бізді. Не істейміз? Деді бір күліп алған әнес. Үйге қайтамыз. Жоқ, болмайды. Сені неге сонша дайындады дейсің? Біз бүгін сенің бақ құсыңды табуымыз керек. Әнес жатақханадан сәл артқа шегініп, ғимаратты жоғарыдан төмен қарай көзімен түгел шолып шықты. Барлық терезеде шам жанып тұр. Оның ойынша, бұл терезелердің артында кілең хор құстары тұрады. Әнес ойланбастан қалтасынан манағы тиындарды шығарып, бірнешеуін бірінен соң бірін терезені көздеп лақтырып қалды. Ол бет алды лақтырған жоқ. Терезенің ар жағында тұрған ақ көйлекті ару көрінген терезені көздеді. Ол да осылар жаққа қарап тұрған. Артынша терезе ашылды. Қарындас-ау, қарындас, атыңыз кім, Ару Бикеш? Жігіттер, не лақтырып тұрсыңдар? Не болсын? Тиындар ғой. Ақшаларың тасып бара жатыр ма? Сізде Арудан аяғанды ит жесін. Айтқыштар, жаңылмасам кемінде 3 тиыннан айрылдыңдар. Бір стакан сироптың ақшасы. Яғни, сіз бізге бір стакан су қарызсыз. Бекерден бекер тұрмаған шығармыз осында. Ләйла сыңғырлап күліп жіберді. Солай дейсіңдер ме? Онда мен терезені жаба қояйын. Төлен сасқалақтап қалды. Сұлу Бикеш, досымның қалжыңы ғой, айып етпеңіз. Кейде осылай асып-тасып кететіні бар. Қойшы Төлен, сен адам қыламын десем, не деген түсінбейтін адамсың өзің? Түсінікті, біреуінің атың белгілі болды, Төлен. Ақша лақтырғандарыңды қоймасаңдар, тәртіп сақшылар отрядын шақырамын. Төлен қобалжып кетті. Жоқ, қарындас, шақырмай қойыңыз. Әнес, болды, қайтайық енді. Әнес грузин фильмдеріндегідей бір алақанын жоғары көтеріп.
Ой, ашық аузым-ай, бәрін біліп алды ғой енді. Қарындас-ау, қарындас, сенімізді аямасаңыз да өзімізді аяй көріңіз. Одан да танысайық. Атыңыз кім? Нешінші курста? Қай топта оқисыз? Ләйлә да тоқтар емес. Бәтестің қайтесің соларды, мас біреулер шығар, қайбір дүр жігіттер дейсің, дегеніне дес бермей сөйлеп жатыр. Қыздардың терезесіне тиын лақтыратын батыр екенсіңдер. Онда ертең Женпидің комсомол жиналысына келіңдер. Жиналыстан кейін Евтушенко поэзиясына арналған кеш болады. Тиындарың бар екенін білдік. Енді миларыңды байқап көрелік. Менің атым Ләйла. Физика факультетінің 4-ші курс студентімін. Ертеңге дейін сау тұрыңдар, тиын лақтырғыш батырлар. Әрі қарай олардың жауабын күтпестен Ләйла сыңғырлап күлген бойы терезені жаба салды. Екі беті қызарып кеткен. Комендант келіп қала ма дегенде қорқыныш бар. Сәл болса да Амангелдіні ұмытып жеңілдеп қалды. Ертең ақ желең әдемі көйлегін киіп, аналарды шалқасынан түсіру керек. Оның үстіне Евтушенко мен Мақатаевты Ләйладан артық оқитын ешкім жоқ.